Сәлеметсіңдер ме балалар? Қазақ тілі сабағына қош келдіңдер. 6 бөлім салт дәстүр. Балалар, сабағымызды бастамас бұрын мынау ребусты шешіп көрейік. Ребустың жауабы қошақан. Яғни бүгінгі сабағымыздың тақырыбы қошақаным сүйкімді. Бүгінгі сабақта мен не үйренемін? Тыңдаған, оқыған мәтінді түсінемін, сұрақтарға жауап беремін. Тәуелдік жалғауын сөйлем ішінде дұрыс қолданамын. Чему я научусь сегодня на уроке? Понимать услышанный, прочитанный текст, отвечать на вопросы. Правильно использовать притяжательные окончания в предложениях. Ал енді балалар, жаңа сөздерге назар аударайық. Қошақан, ягненок, құлыншақ, жеребенок, сүйкімді, милый. Қазақ тіліне тән дыбыстарды дұрыс айтып жаттығайық. Қошақан, құлыншақ, сүйкімді. Жарайсыңдар балалар. Тәуелдік жалғау, притяжательные окончания. Балалар, тәуелдік жалғау нені білдіреді? Меншіктің біреуге тәуелді екенін білдіреді. Что обозначает притяжательное окончание? Оно обозначает принадлежность кому-то. Например, возьмем слово «қошақан». Будем спрягать в притяжательной форме. В первом лице менің қошақаным. Мой ягненок. Окончание «ам». Сенің қошақаның. Твой ягненок. Окончание «ам». Сіздің қошақаныңыз. Ваш ягненок. Окончание «аңыз». Оның қошақаны. Его ягненок. Окончание «а». А теперь обратите внимание на слово «құлыншақ». Это слово, последний звук в этом слое заканчивается на «к», глухой согласный. И после этого, если идет гласный звук, то «к» меняется на звук «г». Например, құлыншақ, құлыншағым. А теперь давайте будем спрягать это слово в притяжательной форме. Менің құлыншағым. Какая разница между словом «қошақаным» и «құлыншағым»? Есть разница в окончаниях? Нету, да? Только здесь буквы поменялись. Сенің құлыншағың. Сіздің құлыншағыңыз. Оның құлыншағы. Тыңда, қайтала, оқы. Мәтінге қараймыз, мұқият тыңдаймыз. Менің атам мен апам ауылда тұрады. Ауылда менің қошақаным, құлыншағым бар. Құлыншағымның аты Тайбұрыл. Менің қошақаным, құлыншағым сүйкімді. Ребята, найдите в этом тексте слова, в которых есть притяжательные окончания. Это какие слова или словосочетания? Менің атам, апам, менің қошақаным, құлыншағым. Жарайсыңдар балалар. Мәтінді тағы да бір рет іштей өздерін оқып шығыңдар. Келесі тапсырма, сұрақтарға жауап бер. Ауылда кім тұрады? Әлібек жазғы демалыста қайда барады? Ауылда не бар? Қошақан қандай? Құлыншақ қандай? Осы сұрақтарға ауызша жауап берейік. Келесі жазылым тапсырмасы. Көп нүктенің орнына қажетті әріптерді жаз. Қажетті әріптер Қ, О, І және Ү.
Оқулықтың 63-ші бетіндегі мәтінге сүйеніп, кестені толтыруларың керек. Сөйлемді оқимыз. Егер бұл сөйлем дұрыс болса, дұрыс деген белгіге қоямыз. Ал дұрыс емес болса, дұрыс емес деген белгіні қойып шығамыз. Келесі тапсырма. Қажетті суретті тап. Суреттерді өз орнына қоямыз. Мысалы, мынау қошақан. Қошақанның суретін қоямыз. Мынау құлыншақ деген жерге құлыншақтың суретін қоямыз. Келесі тапсырма. Сөйлемді толықтырып жаз. Бұл жерде балалар сөйлемді толықтырып жазуымыз керек. Бірінші сөйлемге қарайық. Менің құлыншағым қандай? Кішкентай. Менің қошақаным сүйкімді. Осылайша қалған тапсырманы орындаймыз. Бүгінгі сабақтың рефлексиясы. Мен бүгін нені білдім? Маған бүгінгі сабақта не оңай, не қиын болды? Бағалау критерийлеріне сәйкес жауап береміз. Осымен сабағымыз аяқталды. Сау болыңдар балалар.